Сәлеметсіздер ме Сырласайық каналының оқырмандары? Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Рахмет. Құйтырқы әрекеттерімнің өтеуі ретінде менің де қарындасым қиналды. Иә, тап солай. Қанша жерден қызғыштай қорып бақсам да болмады. Өз бауырым болған соң сөзін сөйлеп отырған жоқпын. Қарлығаш расымен де қылтың-сылтаңға уақыты да ниеті де жоқ қыздардың қатарынан еді. Отырыс жақсы басталған. Өз-өздерімен отырып көңілді болыпты. Тек қайтар уақытқа қарай басқа ауылдың жігіттері қайдан келгені белгісіз сау ете қалыпты. Өздерінше бөлекше отырған екен олар. Кенет жиналып жатқан қарлығаштар дәретханаға шыққан. Әлгі жігіттер осы сәтті күтіп отырған дейді. Соңынан бірден жетіп барып, үн-түнсіз зорлап алып кеткен. Алысқа ұзамаған. Сол демалыс аймағының маңында жалданған пәтерлеріне келіп, менің қарындасымда еңгезердей 5-6 жігіт кезекпен-кезек зорлап тынған екен. Жанындағы құрбысы қашып кетіпті. Кеш қарайып далаға қою қараңғылық түскен. Достары заң өкілдеріне хабар бергенмен аналар қашып кетіпті. Маған да хабар жеткелі қашан. Жүрегімді қолыма ұстап алып, ұшып жеткен бетім осы болды. Сағаттап зорға жүріп қарлығашымды тауып алдым. Кереует үстінде өксігін басалмай жылап отыр бауырым. Жанына жетіп бардым. Қанға бөгіп түсіп, қос тізесін құшақтап алып, арасында алба-жұлбасы шыққан шаштарын қос қолмен жұлып та, жұлмалап та жатыр. Құшағыма қысып құшақтай үнсіз ғана егіліп жылай бердім. Ерте келгеніме қуандым. Нұрияның кебін киіп, айырылып қалсам қайтер едім. Кімнен көремін? Кімді кінәлі етемін? Қарлығашымның жанарынан тамған, ащы ызаға булыққан жастарын қолмен сүртіп қоямын. Ол байғұс өзін кінәлі санаған болар. Ағам барма дегенде неге тыңдамадым, деп өзін жазғырып жатыр білемін. Қайдан білсін, осы халге ағасы жеткізгенін. Енді не істеймін? Жылама ботам, өзіңді кінәлі етпе, сенің түкке де жазаң жоқ, дегеннен арыға аса алмадым. Біткен жерің, жетіскен жерің осы, жалын, деп ашу мен ызаға булыққан кеудемді зорға көтеріп келемін. Қарлығашты үйге алып келдім. Әкем мен анам ебіл-дебілдері шығып ауруханаға алып кетті. Жалын, сен үйде қал дейді маған. Ішімнің ашып жатқанын сірә жеткізе алмаспын. Қаншама қыздың көз жасына қалдым. Тіпті өлімге дейін барды мен қорлаған қыздар. Жалын, айтшы, өткеніңе орал. Соншама қыздың көз жасы сені толғандырмады ма? Қорқытпады ма? Артыңа бір қарамадың ғой малғын. Алғаш рет өмірімде өзімді кінәлі санадым. Алғаш рет жыладым өткеніме өкініп. Аллах барлық кінәні кешіреді, тәубеңе келсең. Раббым мені кешірген кездің өзінде де өтеуі болу керек қой бұның. Налалары бәрібір жібермейді ғой. Заң өкілдері келіп, тергеп кетті сұрақ жауап алып. Қарлығашпен бүгін әкем мен анамдар ауруханада қалады екен. Қорықтым қатты. Неге? Не үшін қорыққанымды білмеймін. Отырған орнымда ұйықтап қалыппын. Бір кезде ауа тарылып дем жетпей жатыр екен. Бірінші рет Нұрия түсіме кірді. Өкпелі жүзіме маған келіп тұр. Өңім екен деймін. Сол оқиғаны қайта көрдім. Бір сәттік ләззат үшін өмірін қиыппын. Арын таптап бұлғаппын. Сол күннен кейін күнде түсіме енетін болды. Түсімнен жылап оянатын халге жеттім. Қарындасым болса да тұйықталып кетті. Әкем мен анам бар мал жандарын сатты. Сөйтті де қаладан үй алып, бір түнде сонда көшіп кетті. Ал Қарлығашты осы күйге түсірген әлгі оңбаған жігіттер, оңбаған деймін ау, менің достарым сол күйі ұсталмады. Солай бір түнде қалаға кеттік. Қарлығаш болса көпке шейін күйзелістен арыла алмады. Арада жылдан астам уақытта өткен. Қыс мезгілі болатын. Әкем мен анам үлкен ағамның үйіне соғымға кеткен. Қарлығаш болса ұйықтап жатқан болатын. Базарда алғаш рет жұмыс жасап, жүк тасып жүрмін. Шаршап келіп, ұйықтап қалыппын. Қара терге малшынып, тағы да Нұрияны көріп жатырмын түсімде. Оянып кетсем, есіме бірден Қарлығаш түсті. Қарлығаштың бөлмесіне құстай ұштым. Бекер емес екен ғой. Нұрияның жолмен кеткелі жатыр екен.
Жаным-ау қарындасым, қарлығашым, қиналдың-ау әбден, кешірші мені, деймін. Қарлығаш болса еңкілдеп жылап отыр. Ағау, кімге не жаздым? Менің өмірімнің тасталғаны шықты ғой. Қалай өмір сүремін енді? Ағау, күнде түнде түсіме жылап бір қыз келе береді. Жылап тұрады, жылап, деп қарындасым жылап айтқанда көзімнен ыстық жас ытқып шықты. Үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей күй кештім. Күйігімді ұмытамын деп ахаңмен қайта сарлас болып алдым. Соны ішсем болды, түс те көрмеймін, ешқандай қиналмаймын. Өзіммен өзім рахаттанып жүремін. Ал қарындасым болса, әкем мен анамның қолдауымен, көмегімен күйзелістен арылды. Оқуға түсті жоғарғы. Қазір өткенін ұмытты, шүкір оғанда. Сөйтіп базарда қара жұмыс жасаймын. Тапқан тиыныма бірден барып, ағаңнан алып қоямын. Сылқия тойып алып, араққа ықылық атып үйге келемін. Не оқымадым, жақсы жарға жар болмадым да. Үйге табысымды әкеп пайда да бермедім тірлікте. Ішіп қойғанымен қалса қуанар едім. Жеңіл жолмен ақша табуды көздедім. Бірден жолым болып, көп ақшалар ұтып жүрдім. Қолым жүріп ақшаның астында қалдым. Байғұс, сорлы жалын енді жәкеге айналды. Базарда істемей қойдым жұмыс. Көкірегіме нан пісетін халге жеттім. Кеше ғана жылап сықтап жүргенмен бүгінде шіреніп жүрмін. Қарындасымның алдында өзімді кінәлі сезінемін. Оған да келемін, уыз-уыз ақшаны ұстатып кетемін. Бір күні бірден ойыннан жеңілдім. Құрдымға кеттім, құлдырадым. Қолдағы барымнан айырылдым. Обалы жоқ, нағыз оңбаған болдым. Үлкен мөлшерде қарыз болдым. Сөйттім де, көзім қарайып қайта ұтам деп, өз үйіме өзім ұры болып, үй құжаттарын алып ойынға тіктім. Бірақ өзім ойлағандай жақсы болмай, үйден де айырылдым. Тағы да тентіреп кеттім. Әкем мен анам болса маған қатты өкпеледі. Үндемеді. Үйді босатты да, қарындасымды алып, үлкен ағамдікіне кетіп қалды. Маған жүр демеді. Ашуға бұлығып ұрыспады да. Көше кесіп қалдым тағы. Кім кінәлі? Біреуді айыптауға бетте жоқ. Мешіт алдында отырып садақа сұрайтын болдым. Апта өткен соң ағаларым келіп алып кетті. Әбден ұрып таяқтады. Қайтсын, бәрінің зығырданын қайнаттым ғой. Жасым болса орда бұзар 30 жастан асып қалар қашан. Сонымен не керек, үйге алып барды. Шешем байғұс түрімді көріп, жылап жіберіп, құшақтай алды. Асты үстіме түсіп бәйік болып жүр. Ал әкем теріс қараған күйі отырды. Қарамақ түгілі сөз сөйлемеді. Сонымен не керек, адам қатарына қосылғым келеді дедім ағаларыма. Әуелі баняға түсіп тазарып алып, мешітке қадам бастым. Имаммен сөйлесіп, уағыздар тыңдай бастадым. Бірден намазға жығылмадым. Арада 2-3 айдай уақыт өтті. Намазға жығылдым. Өткеніме әлі де өкінемін қатты. Іштегі өкініш өзегі жанымды жегідей жеді құрт секілді. Тәубама келдім. Жаңылдым, жазым деп намазға да жығылдым. Мұныма басқа әкем мен анам қуанды. Менің қателігім, ойланбастан жасаған амал әрекетім айналып өзіме келді. Қызғыштай қорған жалғыз қарындасым өзім секілді хайуандардың жемтігіне айналды. Шүкір әйтеуір, жылдар өтіп ол өз-өзіне келді. Өміріме тыныштық кіріп, саналы адамның тірлігін жасағаннан бері барлығы жақсы болса да, мына көңіл күпті болуын тоқтатпады. Есіме тек Нүрия келе берді. Наласына қалдым ғой байғұс қыздың. Жаны қалай қиналды екен. Көз жасын көл етіп жалған дүниені қимағанда анық қой. Нүрияны ойласам, түңіліп кетемін. Бұлай болмайды дедім өзіме. Бірден ауылға жолға шықтым. Нүрияның әпкелерін тауып алдым. Баяғы бөлесі тұрмыс құрып кеткен екен. Әкесінің үйін мекен жайын алдымда, тіке сонда жолға шықтым. Нүрияның басына барып Құран оқып, әкесі мен анасының алдынан өтіп кешірім сұрау болды ниетім. Бардым. Кесірімнің қаншама адамға тигенін көрдім. Нүрия кейіннен түсіме келе бергеннің себебінде осыма деймін. Әкесі мен анасының қиналғанын көріп, жаны тыныш таппаған ғой. Әкесі марқұм болып кетіпті. Қызының қазасынан соң 40 күндік асында отырғанда орнынан қозғалмай бірден жүріп кетіпті. Ал анасы перзентінің зарына шыдай алмай төсекке таналғанын көрдім. Көздері ғана үңірейіп тұр. Сөйлей де жүре де алмайды.
Қаншама жыл өтсе де арада әлі күнге дейін жанарынан тамшылап жас сырғып танып жатыр үнсіз ғана. Айта алмадым. Үйіндегілерге досым еді деп Құран оқып қайттым, болды. Таксиде қайтар жолда жасқа тұншығып, еркек басымен үйіме жеткенше жылап келдім. Қасиетсіз адам болыппын, соған күйіндім. Содан соң арада бірер жыл өтті. Анам әкеліп берген келіншекпен бас қостым. Туыстар арқылы ол келіншекпен анам көрісіпті әуелі. Ешкімі жоқ жетім қыз. Өзім секілді бір санасыз надан қойшы ауылына алып кетіп некеге де тұрмаған. Өз пайдасымен жүріп күн кешкен. Жалақысы да жоқ берген. Ол жерден зорға дегенде қашып шыққан көрінеді. Солай туыстарға кезігіп, мен жар етіп алдым. Алмаймын, үйленбеймін деуге ұялдым. Өмірімде алғаш рет анамның қалауын жасадым. Мешіттен имамды шақырып, некемізді қидыртып берді. Есімі Мөлдір екен. Мөлдір десе, мөлдір ғой. Ботадай мөлдірген көздері мені мына әлемнің қатыгездігінен аман алып қалардай көрінеді. Несін айтамын, оған деген ешқандай сезім болмады менде. Жетім болған соң жылатпайын, осы қызға қамқор болып, жасын сүртейін. Күнәларымның кешірілуіне себеп болса да деп ниет еттім. Жаны таза Мөлдірге уақыт өте келе ғашық болдым. Бір ретте бетіне келіп сөйлемедім. Үнемі көңілін көтеруге тырыстым. Күн өткен сайын оның тәні мен жанының сұлулығын көріп, махаббат оты ұшқындай бастады ортамызда. Пәтерге шығып, әкем мен анамды қолыма алдым. Жұмыс жасап, ол кісілердің разылығын алуды көздедім. Бос өткен жылдарымды толтырғым келді. Қарындасым да жанымда болды. Бір жылдан соң үйленбеген, отау құрмаған жігітке ұзаттық. Қарлығаштың жағдайынан өзім хабардар еттім. Ұнататынын, шын ғашық екенін айтты. Қолымнан үкілеп ұзаттым. Содан берлі қарлығашымды ақ жаулықты апа болды. Күйеу бала бірде-бір рет бетіне баспаған. Ерінбей еңбек етіп жүрмін. Келіншегім құрсақ көтеріп, тұңғыш қызымыз қыз баланы дүниеге алып келді. Алайда денсаулығынан кінәрат табылып, мәңгілік мекенге кете барды бауыр етім балапаным. Содан кейін құрсақ көтеріп жарық дүние көрсеткен қыздарымыз жасқа толмай шетінен шетіне берді. 5 құрсақ қыз бала босанды. Бәрі де солай өкінішке орай. Қаншама рет жыладым. Перзент сары, қайғысы өте ауыр екен. Содан соң барып, ұл бала дүниеге келіп, тоқтасын қойдық есімін. Аллаға жалынып жалбарынып, жылап дұға еттім, қыз бала берші деп. Тоқтасынның соңынан іле қыз бала босанды тағы келіншегім. Есімін мен Нүрия қойдым. Келіншегімнің көз жасын сүртіп, оған адал жар болуға тырыстым. Үнемі күлдіртіп жүрдім. Содан болар Раббымның маған ашуының қайтқаны. Нүрия қызымның да бар жағдайын жасадым. Мейірім махаббатымды төктім. Алла осылардың ғұмырын ұзақ етсін. Қателікке толы болған тағдырым осы. Осы әңгімемнен сабақ алса, өмірлерін өкінішпен өткізбесін жігіттер. Ешкімнің көз жасына себеп болмаңдар. Ол рас дүние өзіңе қайта айналып келеді.